Баршаңызға қайырлы күн. Ешқандай сүтті қажет етпейтін, 15 минутта дайын болатын, өте оңай үй жағдайында жасалатын печенье жасайтын боламыз. Достар, алдағы уақытта каналға шығатын көптеген видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып сап аламыз. Одан соң өлшеп алған сұйық майымызды құямыз, 50 грамм. Және үстінен 1 шай қасық ас содамызды салып, одан соң өлшеп алған 200 грамм шекерімізді салып, миксеріміздің баяу қойып миксерлейтін боламыз. Жайлап отырып жылдамдығын көбейте береміз. Аппақ көпіршікке енгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, міне біздің массамыз дайын болды. Кем дегенде 3 минут осылай миксерлейтін боламыз. Аппақ көпіршікке енгенше. Одан соң електен өткізіп алған ұнымызды аз мөлшерден салып, қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Осылай аз мөлшерден салып отырып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Біздің массамызға тағы да ұн саламыз. Ұнымыз аз болып қалды. Және осылай қолдың көмегімен басын біріктіріп, жақсылап илеп алатын боламыз. Ұнды көп салудың қажеті жоқ. Біздің массамыз жұмсақ, қолға жабыспайтындай, сол қалыпқа енгенше илеп алатын боламыз. Басын біріктіріп. Арасында іртік қалып кетпеу керек, ешқандай ұндар. Жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз тура осылай жұмсақ болып шығады. Және дөңгелек пішінде печенье жасайтын боламыз. Міне сіздерге үлгісін жасап көрсеттім. Және 5 минутқа тестамызды қалдырамыз. Алдын ала дайын болған противеніміздің үстіне пергамент қағазымызды төсеп, алдын ала дайын болған печеньелеріміздің барлығын орнықтырып қойып шығамыз. Барлық печеньелерімізді осылай орнықтырып алдық. Және бетіне узорды мен шанышқының көмегімен жасап шықтым. Немесе стаканды пайдалансаңыздар болады. Кез келген печеньеге арналған формаларды қолданып жасай бересіздер. Және қызып тұрған 200 градус пеште 15 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне, дәл осындай жұмсақ печеньелеріміз дайын. Достар, дүкеннің қымбат печеньесін алғанша дәл осылай өз қолыңызбен жасасаңыз өте дәмді, өте көп және арзанға шығатын болады. Рецепт ұнаса каналға лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер.